Саламатсыңдар ма балалар? Математика 130 сабақта өтеміз. Қорытындылау. Бірінші есеп. Қала гүлзарларына гүл көшеттерін сатып алуға жеңілдіктер жүреді. Егер оннан буылған бір түп көшет 1500 теңге тұратын болса, онда 80 түп сатып алу үшін қанша ақша төлеу қажет? Есептің шығару жолына келейік. Бір түп көшет 1500 теңге, 80 түп қанша болады? Яғни 1500 теңгені 80-ге көбейтемін. 120 мың теңге. Жауап 120 мың. Келесі екінші есеп. Сызба бойынша есепті құрастырып, оларды шығарамыз. Екі нүктеден бір бағытқа қарай 70 және 90 км/сағат жылдамдықпен жеңіл көлік және автобус жүріп бара жатыр деп айтайық. Олардың жүрген уақыттары 3 сағат және 3 сағатта жүрген жолы 220 км. Олардың жалпы ара қашықтығын есептейміз. Ара қашықтықты есептеудің жалпы формуласы S-тен V көбейтілген Т. Алдымен А есебінде екеуі бір бағытқа қарай қозғалып баратыр, 90-ды 3-ке көбейтіп, яғни жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Одан аламыз екінші жылдамдық пен уақытты және жалпы жылдамдықты қосамыз. Сонда жауабы 280 км болады. Келесі А есепте. Бұл жолы енді керісінше біріншінің жылдамдығы 90 км/сағат, екіншісінікі 70 км/сағат. Бұл есепте шартты кішкене өзгертеміз. Яғни уақыт пен жылдамдықты көбейтеміз, одан екінші көліктің жылдамдық пен уақытын көбейтеміз дағына айырамыз. Одан 270-тен 210-ның айырмасы 60 км/сағатқа тең. Енді жалпы жылдамдықтан олардың бірге жүрген ара қашықтығын алып тастасақ, 160 км-ге тең болады. Үшінші есеп, теңдеулерді шеш. Бұны мұнда жазып қойдым, екі теңдеуді де. Бірінші, жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Оны X-ті бір жаққа өткіземіз. Жақшаның алдында минус таңба тұр. Оны оң жаққа өткізіп, плюс таңбамен алып аламыз. 700-ден 640-тан теңдіктің оң жағында тұрғанды сол жағына өткіземіз. Яғни минус таңбамен 700-ден 50. Екіншісі осы күйінше қалады. Азайтамыз. 700-ден 590 тең болады. Мына бөліктің өзі. Енді X-ті есептейміз. X тең болады. 700-ден 590-нан аламыз. Мына сан ар жаққа өткенде, сол жаққа өткенде минус таңбамен өтеді. Сонда есептің жауабы 700-ден 330. Келесі екінші есепте дәл солай. Бұл жақшаны орнына қалдырамыз дағыны 150-ден 140-тан мына теңдіктің сол жағында тұрғанды оң жаққа минус таңбамен алып өткіземіз. Сонда 150-ден 40 шығады. Жауабы 150-ден 10. Өздерінің шығарған есептерімен салыстырсаңдар болады. Төртінші тапсырмада қарапайым амал орындау, қосу, азайту, бөлу және көбейту. Бұны мен сендерге шығартып көрсетейін, өздеріңмен жауаптарымен салыстырыңдар. Бесінші тапсырмада өлшеуді орындамай, үлкен дөңгелектің диаметрі және кіші дөңгелектің радиусын анықтап көр және сызғыштың көмегімен тексер. Үлкен дөңгелек осы және оның диаметрі. Диаметрі дегеніміз мына сызық. Үлкен дөңгелектің диаметрі. Бізде мұнда кіші дөңгелек берілген ғой. Оның диаметрі міне. Яғни үлкен дөңгелектің диаметрі екі кіші дөңгелектің диаметрлерінің 2 есесіне тең. Ал кіші дөңгелектердің радиусын анықтау үшін мына берілгеннен мынаған дейінгі бізде кіші дөңгелектің радиусы болып табылады. Бұдан кейін мына жерді белгілейміз және мына жер. Мына жер радиус.
яғни кіші дөңгелектің радиусы үлкен дөңгелектің диаметрінің 1/4-іне тең. Сызғыштың көмегімен өлшеп тексереміз. Үлкен дөңгелектің диаметрі 4 см, кіші дөңгелектің радиусы 1 см-ге тең. 6-шы есепте, егер жәшікке 2 немесе 4 қыш құмыра сиятын болса, диаметр 70 см қыш құмыраларды салу үшін өлшемі қандай жәшік қажет болады? Бізде құмыраның диаметрі, яғни мына жері 70 см-ге тең. Оның келесісі тағы бір диаметрі 70 см, яғни олардың толық ұзындығы жәшіктің 70-ге қосамыз 70-ті. 140 см. Енді оның артында тағы бір 2 қыш құмыра тұр, иә? Бізде жалпы 4 қыш құмыра берілген есептің шартында. Яғни тағы былайынан 70-ге қосамыз 70-ті. 140 см. Яғни жәшіктің өлшемі 140-та 140 жәшік қажет болады. 7-ші есепте пішіні мен өлшемі әртүрлі қыш құмыраларды осыған ұқсастар есеп құрастыруымыз қажет. Бізде қыш құмыра берілген, иә? 2 немесе 4 қыш құмыра деп алайық. Олардың диаметрі біз 50 деп алайық. Яғни өзіміз құрастыр деп тұрмыз ғой. 50 см қыш құмыраны салу үшін өлшемі қандай жәшік қажет болады? Соны анықтайық. Дәл алдыңғы есептей өлшемі 70 см қыш құмыраны салу үшін 50-ге қосамыз 50-ді 100 см. Және тағы 4 қыш құмыра сыю үшін 50-ге қосамыз 50-ді. Тағы да 100 см. Яғни өлшемі, міне, шаршы шығады бізде. Өлшемі 100 және 100 жәшік қажет болады. Сонда қыш құмыралар сыяды жәшікке. Бұл кемінде, яғни кемінде 100-100 см жәшік қажет болады. Одан үлкен де жәшікке де сала беруімізге болады. Бірақ кемінде осы өлшемі осындай жәшік қажет болады. Соңғы 8-ші есепте 7 литрлік шелек және 3 литрлік банканың көмегімен бидонға 5 литр суды қалай құюға болатынын анықтауымыз қажет. Есептің шарты бойынша бізге бидонға, яғни 5 литр суды құюымыз қажет. Тек мына 2 құрылғы арқылы, иә? Алдымен 7 литрға су толтырамыз. Оның ішіндегі суды 3 литрға құямыз. Яғни 7 литрлік суды ішіне су толтырып, 3 литр суды азайтамыз. Сонда шелектің ішінде бізде 4 литр су қалады. Осы 4 литр суды бидонға құямыз. Сонда бидонда 4 литр су қалады. Енді қалған 1 литр суды құюымыз қажет. Бізге 5 литр суды толтыруымыз қажет. 1 литр суды құю үшін 7 литрлікқа су толтырамыз. 3 литрға құямыздан оны төгіп тастаймыз. 7 литрға су құямыз 3 литрлік банкаға. Сосын оны төгіп тастаймыз. Тағы ішінде бізде 4 литр су қалды. Оны қайтадан 3 литрға құямыз да оны төгіп тастаймыз. Сонда шелектің ішінде 1 литр су қалады. Осы қалған 1 литрлік суды бидонға құямыз. Сонда бидонда 5 литр су толды. Есеп шықты. Барлық есептер шықты. Қалған сабақтарды көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.